Сәлем, достар. Бүгін біз сендермен жер бетінде өмір сүрген ең қызық динозаврлардың бірі спинозаврмен танысамыз. Спинозавр өте үлкен жыртқыш динозавр болған. Оның ұзындығы шамамен 15 метрге дейін жеткен. Бұл дегеніміз үлкен автобуспен бірдей. Ал салмағы 7 тоннадан асады. Яғни бірнеше пілді қосқандай ауыр болған. Бірақ спинозаврдың ең ерекше белгісі оның арқасындағы алып желкені. Бұл желкен ұзын сүйектерден тұрған және терімен қапталған. Ғалымдар бұл желкен дене температурасын реттеуге немесе басқа динозаврларға өзін көрсету үшін керек болған деп ойлайды. Спинозаврдың басы басқа динозаврларға ұқсамаған. Оның тұмсығы ұзын болған және қазіргі қолтырауынға ұқсап кеткен. Тістері өткір әрі үшкір болғандықтан ол балықтарды оңай ұстай алған. Иә, спинозаврдың ең жақсы көретін тамағы балық болған. Көптеген жыртқыш динозаврлар құрлықта аң ауласа, спинозавр суда да өте жақсы аңшы болған. Ол өзенге түсіп балықтарды ұзын тұмсығымен ұстап алған. Ғалымдар оның құйрығы жалпақ болғанын анықтаған. Бұл оған суда жақсы жүзуге көмектескен. Сондықтан спинозаврды кейде жартылай су динозавры деп атайды. Спинозавр шамамен 100 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Ол қазіргі Африка жерінде әсіресе үлкен өзендер мен батпақтарда мекендеген. Сол жерлерде үлкен балықтар өте көп болғандықтан спинозаврға тамақ табу оңай болған. Спинозаврдың алдыңғы аяқтарында үлкен және өткір тырнақтар болған. Осы тырнақтармен ол жемтігін ұстап қорған алған. Ал артқы аяқтары күшті болғанымен кейбір басқа динозаврларға қарағанда қысқалау еді. Сондықтан спинозавр суда жақсы қозғалған. Көп адам тираннозавр ең үлкен жыртқыш деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде спинозавр тираннозаврдан да ұзын болған. Яғни ұзындығы бойынша спинозавр одан үлкен. Бірақ тираннозавр құрлықта күшті болса, спинозавр суда мықты болған. Әрқайсысы өз ортасының патшасы болған десек болады. Спинозаврдың түрі қорқынышты болғанымен, ол табиғаттың ерекше жаратылысы еді. Оның арқасындағы желкені, ұзын тұмсығы және суда жүзу қабілеті оны басқа динозаврлардан ерекше етті. Ғалымдар спинозавр туралы әлі де зерттеп жатыр. Жыл сайын жаңа сүйектер табылып, бұл алып динозавр жайлы жаңа мәліметтер анықталуда. Мүмкін болашақта біз спинозавр туралы бұдан да қызықты жаңалықтар білеміз. Балалар, спинозавр туралы ең қызықты факт, ол жүзе алатын алып динозавр болған. Осындай алып әрі ерекше жануар біздің планетамызда өмір сүргеніне сену қиын, иә. Егер сендерге спинозавр ұнаса, онда динозаврлар әлемі туралы тағы да қызықты видеолар көру үшін арнамызға жазылыңдар. Келесі видеода тағы бір ғажайып жануармен танысамыз.